Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен, Елеместің анары, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге өте жұп-жұмсақ болып шығатын қырыққабаттан және де картоптан жасалатын пеште пісірілген пирожкилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше достар, кірісетін боламыз. Алдымен ыдысымызға мен жылы суымды құйып алдым, және үстінен 1 ас қасық тұз және 2 ас қасық қантымды салып, венчикпен бір араластырып, үстіне жылы сүтімді құйып, тағы да бір араластырып алғаннан кейін үстіне 1 ас қасық ашытқымызды салып, шамамен 10-15 минутқа демалуға қойдым. Енді келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған табадағы майдың үстіне жуамызды және үккіштен өткізілген сәбізбенен қырыққабатымызды салып, жақсылап бір араластырып алам да, кейін үстіне дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды салып, жақсылап тағы да бір араластырып алам. Шамамен 5-10 минутқа кішкене қуырып аламын. Енді келесі кезекте мен томат пастасын қостым. Ол өз қалауыңызша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Маған сәл қызарыңқырап піскені ұнады, сол үшін салдым. Енді менің апарым дайын болды. Қазір үстіне ұнды, електен өткізілген ұн міндетті болу керек. Үстіне себе отыра жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Қатты болып кетпес үшін осылай мен сияқты бөліп-бөліп илеңіздер. Менің қамырым дайын болды. Бетін сұйық май жағып, және де бетін жауып, шамамен 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз көтерілгенше. Менде жалпы салмасы 2 картоппен жасадым және жартысын осындай қырыққабатпен жасадым. Енді келесі кезекте менде картоппен салмасына мен сармайды және тоң майдан қалған осындай шұжықтарымды да салып жібердім. Дәмі өте керемет болып шығады екен. Және де үстіне жылы сүтімді салып, осындай езгішпенен езіп алдым. Және тұз бұрышын өз қалауыңызша дәміне қарай саласыздар. Достар, менің арнам ұнаса, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде колокольчик батырмасын басып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген пайдалы тегін мастер-класстар немесе оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Мен қамырымды осылай 2-ге бөліп алдым. Бірінші кезекте мен пешке пісетін қырыққабаттан жасалған пирожкилерімді жасап аламын. Бізге ешқандай да оқтаудың қажеті жоқ. Осылай қолымызбен өзіміз жайып аламыз да, кейін бүгетін боламыз. Бүккенде қатты мұқият болыңыздар. Қаттырақ бүккеніміз жақсы. Және де осы бүккен жерімізді төменге қарай қаратып қоямыз. Енді келесі кезекте әдеттегідей жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, мен бұл қатты маңызды емес, осылайша пышақпен бетін тіліп жіберейін деп тіліп жібергенмін. Әсемдік үшін үстіне кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Картоппен салмасында тура осылай бүгіп аласыздар және бүккен жерін төменге қарай осылай қайырып, демалдырып, қызып тұрған майда екі жағын бірдей етіп пісіріп аласыздар. Ал менің пеште піскен қырыққабаттан жасалған пирожкилерім дайын болды. Өте дәмді, одан бөлек қамыры өте жұп-жұмсақ. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Рецепттің толық қажетті ингредиенттерін төменге описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден өзіңізге сақтап алсаңыздар болады. Міне қараңыздар, өте жұп-жұмсақ болып шыққан. Қазір менде сәл ысылау болып тұр. Балаларыңызға, отбасыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Мынау менде картоппен жасалған бір қамырдан 2 түрлі пирожки жасадым. Ал достар, сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Астарыңыз дәмді болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.